Қайырлы күн достар, мен сіздермен бүгін королевский чак-чактың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға 5 жұмыртқаны жарып аламыз. Жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық ас содасы және 1 ас қасық күнбағыс майын құйып, 1 келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Келесі ұнды барлығын бірден салмай, 2-ге бөліп саламыз. Қалған ұнымызды салып, жұмсақ қамыр елейміз. Қамырды мен 2 бөлікке бөліп алдым. Қамырды елеп болғаннан кейін 10-15 минут демалдырып қоямыз. Сол кезде қамырды жаюға бізге оңай болады. Енді менде қамыр 10-15 минут тұрып демалды. Енді қамырды қалыңдығын жұқа қылып жаямыз. Қамырды жұқа қылып жаюға тырысыңыздар, өйткені біз қуырғаннан кейін ол бәрібір ісініп шығатын болады. Қамырды жайып болдым, арасына ұнын жақсылап сеуіп, 5 минутқа кептіріп қоямыз. Кескен кезде арасы жабыспай шығатын болады. Көріп тұрғандарыңыздай, осындай бірнеше жолақтарға бөліп, турап шығамыз. Екінші қамырды жайып алдым, енді дәл бірінші қамырды кесіп турағандай жасаймыз. Енді қызып тұрған майға аз-аздан салып қуырып аламыз. Қуырған кезде осылай қозғап тұрып, қызартып қуырып алу қажет. Міндетті түрде қозғап тұру қажет, өйткені тез піседі. 40 секунд 1 минут аралығында, сол үшін қозғап тұрып қуырып алу қажет. Біз енді балды сироп жасайтын боламыз. Біздің балымыз табиғи болу қажет. Оның үстінен қант және жарты пиала су құйып, тоқтамай араластырып тұру қажет. Асты жабысып, күйіп кетуі мүмкін. Біздің сиропымыз дайын болды. Енді ыстық күйінде чак-чактың үстіне құйып шығамыз. Жақсылап араластыру қажет, барлық жеріне тию қажет. Осы кезде жаңғақ немесе мейіз салсаңыздар, дәмі одан да жақсы болады. Кондитерский кальцияның көмегімен формасы келу үшін чак-чакты ішіне салып шығамыз. Егер кондитерский кальцияларыңыз болмаса, осындай майонездің немесе қаймақтың ыдыстарының астын кесіп тастап пайдалансаңыздар болады. Мен екінші қабатына осы қаймақтың ыдысын пайдаландым. Қалған чак-чактарымызды формаға салып жасайтын боламыз.
Үстінен қасықпен міндетті түрде нығыздап басып шығу қажет. Әйтпесе біздің чак-чактарымыз кескеннен кейін шашылып қалуы мүмкін. Енді 2 сағатқа холодильникке қоямыз, немесе 1 күн бойы салқын жерге қоямыз. Біздің чак-чактарымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.